Сәлеметсіздер ме? Сіздер Ахнет арнасындасыздар. Бұл корей тілін нөлден бастап үйренуге арналған Хангуго курсы. Бүгін біз кіріспе сабақ өтеміз. Әлі де бірінші сабаққа әлі жеткен жоқпыз. Бұл курста мен мына кітаппен өтемін. Яғни Korean Grammar in Use деген. Ол бигинерлерге арналған, яғни корей тілін енді бастап келе жатқан адамдарға. Неге мен бұл кітапты не үшін таңдадым? Себебі егер сіздер ағылшын тілін үйренетін болсаңыздар да, онда мына ең мықты кітап ол осы Мёрфидің кітабы. Ол да мысалы Essential Grammar in Use. Яғни in use деген ол прям ключевой сөз болып табылады. Себебі неге десеңіздер, корей тілінде мысалы көнерген, ескірген, мықты, қиын сондай структуралар бар да, грамматикалық. Бірақ қазір оны ешкім қолданбайды. Тек қана кітапта немесе бір тарихи киноларда оны айтып өту мүмкін. Бірақ шын өмірде егер сіз оны қолданып сөйлейтін болсаңыз, жаңа сөзді, қиын сөздерді қолданып айтатын болсаңыз, сізді ешкім түсінбейді, немесе біртүрлі қарайды сізге. Сондықтан мына кітаптың неге жақсы? Себебі in use, яғни қазір именно актуальный, қазір қолданатын, қазір жиі сізге керекті сондай грамматика болғандықтан мен осы кітапты таңдап алдым. Және де бұл кітаптың бір жақсы жері, ол постепенно жай-жайдан бастап солай үйретеді, және де әр юнит бойынша, міне қараңыздар, өзінің тақырыптары бар. Мен сол бойынша өтем. Міне бүгінгі біздіңкі мынау Introduction to Korean Language деген осы бүгінгі сабақ бізде кіріспе сабақ болады. Одан кейін Getting Ready, келесі сабақ. Одан кейін барып міне бірінші юнит Tensestан бастаймыз. Қазір мен сіздерге кітапты онлайн түрде көрсетейін. Мен жалпы Telegram каналда мен осы кітаптың ссылкасын сіздерге беремін. Сол жерден сіздер скачать етіп алып, сол жерден телефон арқылы көріп отырсаңыздар болады. Мысалы, мен негізі осылай өзімнің скринімді көрсетіп, кітапты көрсетіп отырамын, бірақ ол ыңғайсыз, мен бөлек өзім былай жақындатып, алыстатып көргім келеді дейтін болсаңыздар, сол ссылкаға кіріп алсаңыздар болады. Міне Korean Grammar in Use бигинерлерге арналған, міне авторлары, және де міне біздің бұл бірінші сабақ, ол Introduction to the Korean Language, яғни біздің кіріспе сабақ. Одан кейін Getting Ready-ді өтеміз. Одан кейін барып, үшінші күні барып, юнит 1-ден Tensestан бастаймыз. Менің сабақтарым неге жақсы? Себебі сіз егер осы кітапты алып, өз бетіңізше оқи берсеңіз, мысалы, бірінші Tenses, одан кейін Negative Expressions, оларды оқи берсеңіз, сосын мысалы, бір енді өзінің бетімен оқып жатқан кезде, бір нәрселерді түсінбесеңіз, просто мен YouTube-ма кіресіз да, мен сол нумерациямен қойып қоямын, бірінші юнит типа Tenses, яғни шақтар деп ше. Соны мысалы present tense ба, мысалы түсінбей жатырсыз ба, мен YouTube-ма кіресіз, tense дейсіз, жаңа бірінші юнитке кіресіз да, сөйтіп видео сабақ, яғни менің каналымда осы сабақтардың видео түсіндірмесі болады. Ал енді бүгінгі біздің бірінші сабақты бастайтын болсақ, ол бізде корей тілінің сөйлемдерінің структурасы, яғни кәріс тілі сөйлем құрылымы. Жалпы кәріс тілі сөйлем құрылымы қазақ тілі сөйлем құрылымына ұқсайды. Яғни бірінші бізде бастауыш және де етістік. Әр қашан сөйлемді біз етістікпен бітіреміз. Бізде қазақ тілінде де сондай, сөйлемнің ең соңында етістік тұрады. Және де субъект, объект, потом тағы етістік. Мысалға келтірсек, мына жерде Кероли кайо дейді. Яғни Керол бара жатыр. Яғни бізде Керол ол бастауыш болса, не істеп жатыр? Бара жатыр, яғни етістік ең соңында тұр. Кероли чайо. Керол ұйықтап жатыр. Яғни ұйықтап жатыр деген сияқты. Тура сіз қазақша қалай сөйлемді құрайсыз, тура солай кәрісше сөйлем құрайсыз, аударып кете бересіз. Ол жақсы. Енді мына жерде қараңыздар. Эриги, яғни бастауыш, сагуары, нені алманы, могойо, жеп жатыр. Яғни эрик алма жеп жатыр. Мына жерде бастауыш, одан кейін объект нені жеп жатыр. Одан кейін етістік жеп жатыр. 에릭이 도서관에서 책을 읽어요. яғни эрик кітапханада кітапты оқып жатыр.
кәріс тілі сөйлемдерінде әрбір сөзге жалғау жалғануы мүмкін. Жалғаулар сөздің сөйлемде қандай рөл атқаратынын білдіреді. Мысалы, бастауышқа и және га жалғанады. Одан кейін жаңағы объектке, мысалы, және рөл жалғанады. Қазір мен оның мағынасын түсіндіріп беремін. Және де үстеуге немесе әге деген жалғанады. Енді бұл жерде и га деген бастауышқа жалғанады дедік. Біз енді қараңыздар, эриги, мына тұр. Эрик и, мына жерде де эрик и. Мысалы, мына жерде жалпы бізде эрик деп айта береміз ғой, бірақ бұл жерде кәріс тілінде эрик и, яғни кім деген. Бұл жерде и ганың мағынасы, мысалы бізде алма дәмді дейтін болсақ, алма сызықша дәмді деп қоямыз ғой, яғни алма ол дәмді деген сияқты. Яғни сагуа га, яғни сол га немесе и деген сол сызықшаны білдіреді. Яғни осы нәрсе или осы адам деген сияқты. Енді біз объектке және рөл деген жалғау жалғанады дедік. Және рөл деген ол кәдімгі табыс септігі, яғни кімді, нені деген сұраққа жауап береді. Яғни сагуарыл деп тұр ғой мына жерде. Алманы, яғни Эрик нені жеп жатыр? Ол алманы жеп жатыр. Эрик нені оқып жатыр? Кітапты оқып жатыр. Яғни д, т деген сияқты жалғаулар жалған. Сол д, т сол және рөл кәріс тіліндегі, яғни табыс септігі. Одан кейін бізде мына жерде және эге деген жалғау бар дедік қой, үстеуге жалғанатын. Жалпы ол қайда, кімге деген сияқты. Мысалы, мына жерде эсо деген жалғанып тұр үстеуге. Мына жерде мысалы эсо деген жалғанып тұр. Эсо деген жалғау ол қай жерде деген сұраққа жауап береді. Яғни қай жерде оқып жатыр ол? Кітапханада, сол жерде деген сияқты. Қайдасың деген сұрақ болатын болса, мен мектептемін. Мысалы, эсо, жалпы эсо деген сол қайдасың деген сұраққа жауап береді. Кәріс тілі сөйлемдерінде, қазақ тілі сөйлемдеріндегіндей етістік сөйлемнің ең соңында келеді. Алайда бастауыш, немесе объект және де үстеу орны ауыса береді. Олардың рөлі жалғауына байланысты, яғни олардың атқаратын рөлін қандай жалғау жалғанып тұр, соған байланысты анықтай бересіздер. Алдыңғы сөйлемде эриги сагуарыл могойо деген еді. Мына жерде етістіктің орны ауыспайды дедік, яғни ол әрқашанда сөйлемнің соңында келеді. Бірақ сагуарыл эриги могойо деген кезде, яғни алманы кім жеп жатыр? Эрик жеп жатыр. Яғни екеуінің орны ауысып жатыр, бірақ ондай қатты разница болып жатқан жоқ. Енді мына жерде чегіл досогонесо эриги илгойо. Яғни бұл жерде де түсінгендеріңізде етістіктің тек қана сөйлемнің соңында келеді, ауыспайды, ал қалғандары ауыса бола береді. Келесі мына жерде айтылып жатқан нәрсе ол біздегі қазақ тіліндегі жақты сөйлем деген сөз. Жақты сөйлем деген не? Егер де контексттан, яғни сөйлемнің мағынасынан бастауыш онсыз да түсінікті болатын болса, онда ол түсіп қалуы мүмкін. Мысалы, мынандай сұрақ қояды. Эй деген адам сұрақ қояды. Эриги мохео. Эрик не істеп жатыр дейді. Сонда би жауап береді. Сагуарыл могойо. Алма жеп жатыр. Яғни сіз Эрик алма жеп жатыр деп Эрик деп айтпақ қойсаңыз да болады. Себебі онсыз да сол Эрик туралы сұрап жатыр. Сіз Эрик деп бастауышты айтпай-ақ, просто алма жеп жатыр деп жауап береді. Бізде де қазақ тілінде сондай нәрсе бар ғой. Мысалы, не істеп жатырсың дейтін болсаң, су ішіп жатырмын. Бірақ негізі сөйлемді мен су ішіп жатырмын деп толықтай айтуға болады. Бірақ біз онсыз да мен туралы әңгіме болып жатқаннан кейін, онсыз да түсінікті болғандықтан солай жақты сөйлем, яғни бастауышы түсіп қалып жатыр. Мына деген сұрақ қояды. Одие кайо, қайда бара жатырсың? Енді би деген жауап береді. Хаккиуэ кайо, мектепке бара жатырмын. Яғни мына жерде жақшаға қойып қойған ғой. I go to school, яғни мен мектепке бара жатырмын деп айтса да болады. Бірақ ол онсыз да сол мен деген екен. Ол сөйлемде мен, яғни where do you go? Сен, мысалы, екі адам сөйлеп жатқан кезде онсыз да ол бір адам туралы әңгіме болып жатқаннан кейін, ол нәрсе түсінікті болғаннан кейін ол түсіп қалады.